Ұстаздар, оқушылар, ана тілінің ғажайып әрі шынайы әлеміне бүлдіршіндерді тәрбиелейтін, оқуға, білімге деген ұмтылысқа шақыратын әліпби оқулығы. Осы әліпби оқулығын 4 ай бұрын мектеп табалдырығын имене аттаған жас бүлдіршіндер бүгінгі саналы оқушы болып, барлық ғылымның атасы, біздің болашағымыздың негізі әліпбиді бітіріп отыр. Мұғаліммен бірге, оқушылармен қоса ата-аналар еңбегінің жемісін бірге көрейік. Әліпбиді бітірді балаларым, әліпбиден нәр алған даналарым, өзі оқып жазатын халге жетті. Құтты болсын білімі балалардың дегеле, рахмет саған әліпби ертеңгілігін бастаймыз. Ортада өзімнің алғашқы шәкіртім, осы ертеңгіліктің жүргізушісі Мадинаны қарсы алыңыздар. Өлшеулі ар намысы халқымыздың, қорғаны адамдық пен салтымыздың. Армысыздар аяулы ұстаздарым, сіздер халқымыздың. Өмір берер ертегі бағаларым, әліпбимен қоштаспақ бағаларым. Халқыма ұрпақ берген өмір берген, қош келдің ата-әже, әкелер мен аналарым. Уа халайық, мұнда назар салайық. Бүлдіршіндер ортада, қане қарсы алайық декеле, бірінші А сыныбын ортаға шақырайық. Бар ғылымның бастауы, жас балаға нұр шашқан, қандай кітап тіл ашқан? Әрине, ол сүйікті әліпби оқулығы. Ендеше қошеметпен құрметті әліпби оқулығын ортаға шақырайық. Армысыздар жас достар, армысыздар ата-ана, болашаққа жол бастар. Әліпбен келді ортаға, мерекеңмен құттықтаймын. Бүлдіршіндер, балғындар, не үйреніп, не білдік, кәне ортаға салыңдар. Әліпбиді сыйлаймыз, қоштасуға қимаймыз. Бізбен бірге отырып, ән шашуды тыңдаңыз дей келе, құрметті әліпби оқулығын ертеңгілігімізді тамашалауға шақырамыз. Ақнұр, Ибрахим, Айша, Мирас, Наргиза, Арнай, Қайсар, Әлия. Бар кітапқа бос болған әліпби ғылым анасы, әліпбиден басталған даналықтың данасы. Келгенде алғаш мектепке, білмеушідік әріпте, оқимыз қазір ертекті, үйреткен оны әліпби. Жақсы кітап әліпби, үйретемі әріпке, қуыршақпен қоштастық, әріптермен достастық. Әліпби менің әліпбиім, сені туғалым, мен есіден астым мектептің, ертеңді сәуле зарыппен. Қош бол әліпби, құтты әліпби, көп нәрсені үйретім, тоғнастырып әліппен, ақылдатып сөйлеттік. Біз енді жаза білеміз, әріпті қосып әріпке риза болып саған жүйіміз, жүкті біздің әліпби. Әліпбиді бітірдім, жазаламын. Білім деген бар жүгім, беске толы қоржыным. Осылай мен өткіздім 10 жылымның 1 жылым дей келе, Әлбинаның орындауында оқуда озат боламын әнін қабыл алыңыздар. Alamın, okuda
қойып аламын. Оқуды озат боламын, білімді тасып боламын. Әр сөзін тыңдап ұстаздың санама қойып аламын. Оқуды озат боламын, ашыны тоды талапымын. Тәртіпті балақтарым, бәрін елгі боламын. Оқуда озат боламын, ашыны тоды талапымын. Тәртіпті балақтарым, бәрін елгі боламын. Оқуда озат боламын, ашыны тоды талапымын. Тәртіпті балақтарым, бәрін елгі боламын. Оқуда озат боламын, ашыны тоды талапымын. Тәртіпті балақтарым, бәрін елгі боламын. Бәрін елгі боламын. Бәрін елгі боламын. Көп рахмет, Альбина, қандай тамаша. Енді өздерің жақсы көріп сыйлайтын, сендерді өз баласынан кем көрмей, оқуға және жазуға үйреткен мұғалім еңбегі шексіз. Мұғалім мектептің жүрегі деп ыбырай айтамыз, бекер айтпаған. Келесі жылдарды ұстаздарға арнайық. Батырхан, Альбина, Алмаз, Ақнұр. Әліппе даңғыл жол ашты, жаңадан пәндер жалғасты. Әліппе сырын ұқтырған, рахмет ұстаз алғашты. Үйретіп бізге алғаш әліппені ұстазым ғылымға жол салып берді. Адамның ой арманы, мақсаттары оқудың сәулесімен жарық көрді. Анамыздай аялап, ақылшы болған ұстазым, өзінің ана еңбегін биікке бүгін ұшқаным. Келгенде алдыңа қызыл жасыл гүл алып, жақын тарттың жаныңа, шәкіртім деп қуанып, сипадың да басымнан, әліппені ұсындым, осы бақытымның осыдан басталғанын түсіндім. Алфавиттің А тұрады басында, әрқашанда Ә тұрады қасында. Байқадың ба, Б тұрады үшінші, ал осының сыры неде түсінші. Балалар, қалай ойлайсыңдар, алфавит сыры неде? Мансұр. А деген ол аналар ғой ардақты, ә деген әкелер ғой салмақты. Б деген балалар ғой әдемі, біздің елде үшеуі де кәделі. Сондықтанда ашақ битвады олар алфавиттің басында. Өте жақсы жарайсыңдар балалар. Әке шеше атын сен, бізге үйреттің әліппе. Бізге нағыз жақынсың, сенен білдік әріпті деп кезекті әріптерге берейік. Қастер, Айсұлтан, Сабина, Нұрислам, Мансұр, Алинұр, Нұршуақ, Азамат, Нұрали, Айзере, Мұхаммед, Нұрәлі. Алфавитті үйрендік, ода жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Атыраудың айдыны, Алтай таудың айбыны, Астанамыз Астана, Алматымыз бас қала. Таныстырар әріппен, мынау кітап әліпке. Әліппе деген аты оның басталған Ә әріпінен. Ұқсайды өз шалғыға, елестет көз алдына қане. Ойланып табайық, болды екен бұл қай әріп. Қызықтып әлгімді, суда жер залпылдап, бір әріпнен басталған, сол жүргіздің атын тап. Түн шымылдық ашқаннан, жымыңдайтын аспаннан, көп сұрақты жұлдыздар Ж әрпінен басталған.
Қағаздан көре аласың, қағаздан да табасың, қырқамасың анықтап, үш екен деп қаласың. Ай, шай, жай, ой, той, қойсы соңында кілемней аты оңыз. Үрімшікті дедім ғой, сәтті екен дедім ғой, үрімшіктің атауы әрінен басталған. Мұғалім мекеме. Молда мешіт Меккеде. Мапын бастала мекен сөзде. Ой деген олма, жан-жануа толған, жеміс-жидектеліп, оман кезу алма. Өрік те сөздің басында, бөрік те банның қасында, бұл қайарып көріңдер, енді айтып беріңдер. сақтандырған, жақсысты мақтан қылған, білім берген ұстаздарды Ибрахим әнімен шаттандырған. Ән жеті қазына. Біз қазақпыз сол еске сақтап алайық, ер қанатты жылқы деп атқа қарайық. Жігітте бар екен жеті қазына, жігіт бол
ашу қабыл аламыздар. Мұндай күй болған сыра қаншаңызда. Қол соғып қошеметтеп отырайық, көңілді билер мен биші қыздар ортамызда. До ре ми биі.
сыныптың ата-аналарының білімдерін тексерейік. Балалар, бүгін біздің ортамызда ата-аналарымыз да қуанышымызға ортақтасып отыр. Құрметті ата-аналармен қызықты ойын өткізейік ендеше. Ортаға 5 ата-ана шыға қойса. Манадан бері балалар әріптердің сырын ашуға тырысты. Ендігі кезек сіздердікі ата-аналар. Мен қойған сұрақтарға оң қолдарыңызды көтеріп жауап бересіздер. Ендеше сәттілік. Бірінші. Ағаш басында 2 балық отыр еді. Оларға тағы 2 балық ұшып келді. Барлығы неше балық болды? Жауап дұрыс. Алма ағашында 10 алма, ал үйеңкі ағашында одан 2 алма аз өсіп тұр. Үйеңкі ағашында неше алма өсіп тұр? Ата-аналар, өтінеміз, қолдарыңызды көтеріп жауап берсеңіздер кезекпен. Үшінші. Тақта алдында 3 бала тұр. Олар Самат, Марат, Қанат. Маратты орнынан қозғамай, Марат ортасында тұр. Маратты орнынан қозғамай, қалай шетке шығаруға болады? Жауап дұрыс. Төртінші. Жанияда 7 ер бала. 7 ер баланың бір-бірден қарындасы бар. Жанияда қанша бала бар? Жанияда 7 ер бала бар. Олардың бір-бірден қарындасы бар. Жанияда қанша бала? Жауап дұрыс. Ауылда жүрген бұзаулар мен тауықтардың аяқтарының саны 10. Ауылда неше тауық және неше бұзау болуы мүмкін? Қолдарыңызды көтеріп жауап берсеңіздер. Бір тауық, 2 бұзау ғой. Жауап дұрыс. 1 тауық, 2 бұзау. 2 адам қалаға келе жатып, жолда тағы 5 ауылдасын кездестіреді. Қалаға ауылдан неше адам келе жатыр еді? 2 адам келе жатып, 2 адам қалаға келе жатып, жолда тағы 5 ауылдасын көріп қалады. Қалаға ауылдан неше адам келе жатыр? 2 барады. Жолда қалып жолда. Жауап дұрыс. Рахмет сіздерге, құрметті ата-аналар. Қазір балаларыңыз сіздерге өз алғыстарын айтып, әндерін арнайды. Әліппен қулығында сіздерге дайындаған сыйлық кәдесі бар екен. Сендермен бірге өлең айтып би билесем дейді. Ендеше менің атым Әліппе әнімен бірге оқушыларымыздың биін қабыл алыңыздар.
қоштасуды қабыл алайық. Сендерге де рахмет балалар. Өздеріңдей тәртіпті, ынталы балалардың талабына қуанамын. Енді білімдерін жалғастырып, әрі қарай білімді болу үшін ана тілі кітабымен таныстырайын. Ана тілі, мұнда келші. Сәлеметсіздер ме балалар? Туған елдің тілімен ақылымен танылам. Түсіндірер бәріне ана тілі мен болам. Балалар, енді бұрынғыдан да көп оқитын боласыңдар. Ынта қойып оқысаңдар, көп нәрсеге үйренесіңдер. Әр сөзімді жаттаған. Балалар үшін мақтанам. Рахмет айтып шаттанам, риза болып аттанам. Оқумен өсіп толыңдар, аман есен болыңдар. Аңыз ертек ән жырдың, бәрін ойға құйғыздың. Санамызға сен біздің, бар асылды сыйғыздың. Жақсы білім шырағын, рахмет саған әліппем. Хор, рахмет саған әліппем.
Ажырамай мектептің бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз. Сөз береміз құрметпенен өзіңізге, балаларға арналған тілегіңізде келе, сөз беру кезегін мектебіміздің директоры Албаев Қайрат Рахадылұлына береміз. Құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, сіздерді бүгінгі бітіріп әліппемен қоштасу кешімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге жаңа ана тілі келіп жатыр ғой, енді сабақтарыңыз күрделенеді. Ана тілін оқимыз, ары қарай үйренеміз. Сондықтан енді мынау білім жолында талмай, аянбай еңбек етіп, білімді Қазақстанымыздың тұтқасын ұстайтын азамат, азаматша болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Әрқашан осындай күліп ойнап, ата-аналарыңыздың көз қуанышы болып, гүл-гүл жайнап өсулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Құттықтаймын ата-аналар. Балаларыңыздың бітіруіне, әліппені аяқтауымен, міне тарыдай болып кіріп, таудай болып шығуына шын жүректен тілек айтамын. Құтты болсын. Білімді болсын балаларыңыз, ұрпағыңыз білімді болсын. Рахмет сіздерге. Ал бүлдіршіндер, сіздерді әліппемен қоштасуларыңызбен құттықтаймыз. Жарайсыңдар, керемет, бүгін өнерлеріңді көрсетіп жатырсыздар. Ата-аналар сіздерге де рахмет. Үлкен балалардың осындай жетістіктерге жетіп жатқаны, осындай өнер көрсетіп жатқаны бірден бір ұстаздарымыздың және ата-аналарымыздың ұштасып жұмыс істегенінің көрінісі. Ал әліппені аяқтауларыңызбен құрмет, дипломдарыңыз құтты болсын. Бұдан ары қарай үлкен жетістіктерге, биік белестерді бағындыруға шын жүректен тілектеспін. Мектебіміздің мақтанышы, еліміздің мақтанышы, ата-аналарың емес, халықтың баласы болады деп шын жүректен тілектестік білдіремін. Рахмет. Балалар, сендердің әліппені жақсы меңгеріп, сауатты оқуларға ата-аналардың да қосқан үлесі мол. Арманмен алыстарға аттанар да жас оралар іркіліп жанарларға. Жүрекке жылы сөзбен тілек айтар, сөз берейік әкелер мен аналарға. Құттықтау сөз кезегі ата-аналарда. Сіздермен бәрлеріңізге алсар емессіңдер ме, балаларым? Сендердің бүгін әліппемен қоштасып жатсыңдар. Сендерге құрмет грамотасын дайындап қойып апайларымның бәрін құрмет грамота дипломын алып жатсыңдар. Сендер енді үлкен өмірге аяқ басып жатсыңдар. Кешегі сендерді осы алғашқы қоңырауға бәріміз жетектеп алып келіп едік. Міне енді бүгін 42 әріпті меңгеріп, ана тіліне көшіп жатсыңдар. Ал тек қана жақсы оқыңдар, бәріміз сендерге сенеміз. Жақсы оқиды деген үміттеміз біз. Ал енді құрметті ата-аналар, бүгін балаларымыз әліппемен қоштасып жатыр. Тек қана балаларымыз биіктен көрінсін, және директор ағайымыз айтып кетті ғой, сол тілектің бәрін орындалсын. Сізді де мына келген орныңызбен құттықтаймыз. Ал енді апайымызға рахмет айтайық. Сәттігүл апай, міне сізге де өте ризамыз. Бірінші күннен міне жиналысқа қатысамыз. Жиналыстың бәрі жаңа форматта өтіп жатыр. Міне әліппемен қоштасудың өзі қандай бір концертте отырғандаймыз. Біздің балаларымыз қаланың балаларына ешқандай кем емес. Тура сол форматта өтіп жатқанда өте ризамыз. Рахмет сізге. Әліппемен қош айтысып барамыз. Енді қолға басқа ана тілін аламыз. Ата-ана қуанышқа ортақ боп, сауатты боп шықты міне балаңыз де келе, ертеңгілігімізді аяқтаймыз.